бұны? Өзі пісірейін деп едім. Бауырсаққа? Иә. Болды. Қазір мұнда менде бар еді аштық. Бүгін білесің ба, Райкүш, мен немере қыздарым келеді ғой қаладан. Біреуі Алматыдан, біреуі Астанадан, біреуі Ақтаудан келеді. Ана қыздарым деген орысша сөйлеп үйреніп қалған ғой. В общем, соларды бар ғой, екеуміз бар ғой, үйретуіміз керек қазақшаға. Қалай өзін ұстау керек, сондарын үйретуіміз керек, иә? Сен маған қазір көмекке кел жарай ма? Жарайды. Мә, сен дрожды алып кете ғой ма? Рахмет әжем. Ой, бүгін немере қыздарыма келеді деп мен қазір таң азанмен ыстық бәліш пісіріп жатырмын. Қазір келіп те қалу керек. Асылай, әпкелерің келеді, иә? Қуанып жатсың ба келетініне? Пісті ма? Иә, пісті. Қазір жейміз. Ыстықтай жейміз. Қазір не болды? Так, мен дайындап қойдым, Асылай. Қазір сен күте тұр, жарай ма? Қолдың қою қаймағы, ауылдың табиғи, науат, лимон. Так, мұнда бізде өзіміздің бақшамыздың қияры бар. Қазір қыздар келгенде тек осындай табиғи заттарды жесін, иә? Асылай? Есік қағып жатыр, бар жүгір, аша қой, бар. Жүгір. Менің немерем келді. Алақай. Жаным, қалайсың? Қалай келдің? Шаршамадың ба жолда? Сонда сен жалғыз келдің ба самолетпен? Жаным, өсіп қапсың ғой, көрмегеніме 2 жыл болды ғой, жаным. Жүр, кеттік кіре ғой, қазір мен саған ыстық шай дайындаймын. Так, сенің сіңілдерің қазір кеп қалу керек. Бірге шай ішеміз, жарай ма? Перизат, кел, отыра ғой. Мына жерге отыра ғой, қазір сіңілдерің келеді, иә? Ой, әне келіп қалды, есікті қағып жатыр, қазір мен шақырып келем. Ойбай, бүгін деген менің ең керемет күн. Ай, жаным. Арукам, сен әкең алып келіп тастады ма? Өзің келдің ба сенде? Қалай қорықпай ата-аналары жібереді менің қыздарымды? Жаным, сөмкеңді алып келдің ба? Ой, сөмкесіне қара. Өсіп кетсің ғой, бойың деген нәндай ғана бөпедің ғой сен. Жаным, сағынып кеттім ғой, менің ақтаулық қызым ғой, менің ақтаулық қызым. Давай, жүр, кіре ғой. Қазір шай берем, мен сендерге шай берем. Перизат әпкең де отыр. Жаным, әне бір-бірлерін көрдім. Жазғы демалыс болғаны қандай жақсы, иә? Бір-бірлеріңді көресіңдер, алыстан көрмеген. Мен мысалы Перизатты 2 жыл болды көрген жоқпын. Сені 1 жыл болды көрген жоқпын. Бойы өсіп кетті, иә? Ал, әпшенің қасына отыра ғой бар. Какая апа? Ой, Перизат, бұлар Ақтауда апа деп сөйлейді ғой. Апа емес, әпке де. Болмаса әпше дей берсіз бізде шымкентский тілмен, жарай ма? Қап-қарап күнге күйіп кетсің ғой, иә? Ақтауда бәрі осылай қарама. Қарашы менің Перизатым әппақ әдемі. Ал, давай, отыра беріңдер. Қазір кім Еркеназ келу керек айтқанда, иә? Қазір Еркеназ келсін. Жақсы ма? Мама, папа? Привет передали. Ойбай, привет передали емес, сізге сәлемдеме, сәлем жіберді деп айт, жарай ма? Ауылға келгенде мейлінше қазақша сөйлеп. Белім ауырып кетті, таң азаны мен бұларға дайындалам деп ал. Бірақ қуанышты сәт әрине. Ура! Привет, Нес! Әжеге сәлем бермейсің ба? Қызым қалай жағдай? Жақсы. Бұл қыз менің қолымда өскен ғой, 1 жасынан бастап менің қарағамын. Привет деп қойды. Ойбай, не салып алғансың сумкаңа, қызым? Бұл қызым менің көп кеп тұрады негізі. Әр демалыстан кеп тұрады, ана екеуіне қарағанда. Осы менің қызым негізі көбірекші. Қалайсың қызым, жақсы ма? Жақсы, иә. Не істеп келдің? Бұл сабақ оқып келдім судан. Демалысқа енді кеттік. Әжең сағынбадың ғой, әжең бетін сүймедің ғой. Көп келемін ғой. Көп келемін ғой деп, енді 1 ай деген аз емес қой былай қарасаң. Давай жүр кеттік. Ана жақта сенің сіңілдерің, әпкелерің келді, білесің ба соны? Менің қыздарым, бауырмалы, қандай керемет. Сағындыңдар ма бір-бірлеріңді? Қанша жыл болды көрмегені? Көп болды ғой. Иә, көп болды. Давай кел. Ой, не істеп жатыр мыналар? Сендер не Ақтауда солай сүйісіп амандасасыңдар ма, Арука? Ал, давай кел, отыра ғой. Бізде білесіңдер, қыздар осы үйдің кішкене ғана бөпенайы.
Сендерді қатты күтті осы қыз бар ғой. Қашан келеді, менің әпшелерім қашан келеді деп. Бірақ сөйлемейді екен. Сөйлейді, ештеңе қылмайды. Ал қыздар не қылыңдар, алып отырыңдар. Міне біз өзіміздің қолдың қаймағы, бақшамыздың қияры. Ұнамады? Арука, әдептіліктің белгісін мен саған түсіндіріп өтейін. Жаңа сен айттың ғой, мысалы бір үйге қонаққа барған кезде саған біреудің тағамы ұнамаса, сен жай ғана былай алып сырып қоя сал. Ол әдептіліктің белгісі, жарайды ма? Түсініп тұрсың ғой, мен айтмаса тойдым деп қоя салу керек, жарай ма? Жаңада айтпау керек. Ал қыздар, не істейміз енді? Мені білезік тігейді да. Білезік? Сен білезік тіге аласың ба? Менде. Сен де тіге аласың да? Мен тігуге барғам. Жарайсыңдар. Кімнің немерелері бұл, я? Давайте, қазір бәріміз отырып білезік тігеміз, я? Біз аяқта Мына да тоқтаңдар. Алдымен бата беріп алайық. Тамақ ішерден алдын бисмилля деп айтамыз. Тамақ ішіп болған екен, міндетті түрде бата береміз. Ал. Олдарын жайыңдар, дұрыс. Иә, Құдайым осы дастарханымыз тек жақсылыққа жайыла берсін. Менің қыздарым үлкен, тәртіпті, білімді, өнегелі қыз болып өсе берсін, иә? Аумин. Үйретіп жатсың ғой, иә, қызым, иә? Жарайсың. Менің сен мамин. Ине жіпті өткізуді білесіңдер ма, қыздар? Мен білем. Ал давай өткізе ғой. Мынандай болмай ма? Осы. Иә, білем деп қоясың. Алып кел, мен саған көрсетейін бар, иә? Басқа емес, осымен. Алдымен осылай жіпті алып аласыңдар. Мына басын кішкене осылай түкіріп кірсіңдер. Осылай. Сосын инені аласыңдар. Негізі, ал Кірпей ма? жоқ, қолыма кірмейді, қазір қараңдар сендерге көрсетсем. Міне, инені алған кезде. Ауытпай ма? Жоқ, ауытпай. Міне қараңдар. Кәне Арука қарай қойдым, сенде тағы да бір көріп ал. Міне, мынандай бір кішкентай ғана бір тесігі болады, иә? Осы тесіктен деп түкіріп жібересіңдер де кішкене тағы да. Мынау басы, міне, осылай үшкір болу керек, көрдіңдер ғой? Қатты болу керек. Сосын мына тесіктен бүйтіп өткізесіңдер. Болды, өтті. Тезір өтпісін ғой. Инені қолданған кезде өте мұқият болыңдар. Кішкентай балда жүрген жерге инені тастап кетпеңдер. Сосын осындай, тек осындай ашық жерде, қатты жерде ғана қолданыңдар. Жерде отырып тігіп жүрмеңдер, масқара болып, жарай ма, қыздарым? Міне, осылай алып, қазір енді сендерге осыны өткізуді үйретемін. Міне. Так. Бағанда сіз бар ғой, бүйтіп ұйықтап жатқан кезде біз жүрдік қой, иә. Сол жүрген кезде мына ісіміз пісіп істеп жатқанда, ана не істедік қой? Полда істедік қой сонда. Сол полда істеген дұрыс емес ол. Еденде істеген. Мынандай жерге келіп, осылай ашық, қатты жерде жасау керек болды. Міне, осылай ұшын алып алдыңдар ғой. Қара, екеуін біріктіресің бір-біріне, сосын былай түйесің. Мен әжем осылай үйреткен. Міне қараңдар. Осындай түйін болды. Енді бұл түйінді қараңдар. Мынандай жерін өткізетін кезде, мына қараңдар. Былай өтпейді. Көрдіңдер ма? Осылай тіге бересіңдер, иә? Ой, қандай жақсы болды, менің қыздарыма үйретіп алдым. Қалай ине жіпті ұстау керек, қалай қолдану керек, иә? Ал енді мына моншақтарыңды өткізе бересіңдер. Кәне мынандай қылып, иә, жаңағыдай. Қайда осыны инені абайлап қолданасыңдар. Апа, онда біз не ақша сетті, осы жасап алайық та, көп заттар жасап алайық та, сатайық та? Ой, менің бизнесмен қыздарым, ой, менің, иә, болды, сатыңдар. Ол да дұрыс сендерге, жарайсыңдар.